Ишғал етілген Қырымда қанунсыз суретте тұтылған Евгений Пановға илхақ етілген Қырымның Кремль нәзіретінде чалашқан юқары махкемесінде қабатлайыжы екін шығарылды. Бұны UATV телеканалына Пановның адвокаты Дмитрий Динзе білдірді. Бүгін даваның аслы бойынша ilk махкеме отырышы кечірілді. Отырыш қапалы режимде өткерілген еді. Туғанлар біле ечере алынмады. Бұның еле адвокатның қайдеткені кебі дава малуматларына гизлі жылт пейда олды. Гизли жылт гизленілген шатлардыр. Оларда азырлық хаты вақтында тыққатчының қарырынен гизленілген еді ве бізні бұл шақсларнен таныштырмадылар. Махкеме отырышы вақтында қабатлайжы екін илян етілді. Бұндан сон Пановдан она 3 мадде бойынша білдірілген қабатлар аққындаки фікіріне сұрадылар. Қабатны танымады. Ве шатларының келмегені үшін отырыш башқа күнге қалдырылды. Энергодар сакины Евгений Пановны Русия кувветчілері ишғал етілген Қырымда 2016 сенесі август айында тұтып алған еді. Русияның федераль тәлікесізлік қызметінің мәліматына көре, Панов Украин истихбаратының хадимы ола ве дерсің ярымадада террор ейлемлеріні азырлаған Украин диверсатларының ребері еді. Украина мұдафа назирлігі есе бұл қабатлавларыны редете ве ишбу бүлдірімні Русия мақсус қызметлерінің таригі олара қадылай.